Сәлем достар, біз бүгін өте жұмсақ, воздушный, дәмді болып шығатын бауырсақ дайындайтын боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер міндетті түрде. Ең алдымен каналға тіркеліп өтіңіздер. Ингредиенттің көлемін видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен апарасын дайындап алатын боламыз. Жылы сүттің жартысын құйып, тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды салып араластыратын боламыз. Және бетін жауып, апара көпіршігенше қойып қоятын боламыз. Біздің дрожжымыз міндетті түрде свежий болуы керек. Егер де апарамыз көтерілмесе, значит, біздің дрожжымыз дұрыс емес деген сөз. Онда біздің бауырсағымыз воздушный болып көтерілмей қалатын болады. Сондықтан міндетті түрде дрожжымыздың сапасы жақсы болу керек және свежий болғаны дұрыс. Менің каналымда басқа да видеолар бар. Аптасына 3 рет жаңа видеолар шығып тұрады. Міндетті түрде басқа видеоларды қарап көріңіздер. Мінекей, біздің апарамыз осылайынан көпіршігеннен кейін қалған 300 мг жылы сүтімізді құятын боламыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болуы тиіс, суып қалмасын. Және сметана, үлкен қасықпен 2 қасық сметана саласыздар. Сметанамызды алдын ала жылытып өлмеге шығарып қоятын боласыздар. Жылып тұру керек, холодильниктен алып сала салмаңыздар. Кейіннен ұнымызды ақырын салып тұру арқылы жұмсақ тесто илейтін боласыздар. Тестамыз аздап қана қолға жабысатын болады. Қаттығып илеп қоймаңыздар. Міне осылайынан ғана жабысатын болады. Кейін көтерілгенше қойып қоясыздар. Бір рет көтерілгеннен тағы да басып, тағы да қойып қойыңыздар. Яғни 2 рет бассаңыздар жақсы болады. Кейіннен ұн қоспайсыздар. Мен маймен жайған ұнайды маған. Қолдарыңызға майды құйып, нанымызды алып жаятын боламыз. Нанды жайған кезде қатты қалың және қатты жұқа қоймаңыздар. Видеода көрсетілген. Кейіннен өзімізге ұнаған формада кесіп алып, тағы да бір жарты сағатқа қойып қоятын боласыздар. Бетін жауып қойып қоятын боласыздар кесіп алғаннан кейін. Солай майымызды әбден қыздырып алатын боламыз. Майымыз міндетті түрде әбден қызсын. Солай бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. 2 жағынан қызартып. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.